Мемлекеттік қызметкерлердің басым көпшілігі жалақыны еңбек өтілі мен қызмет категориясына сәйкес алады, ал жұмыс күрделілігі әрі оны орындау деңгейі ескерілмейді. Бұл ескі тәжірибенің ең олқы тұсы. Жаңа жүйенің арқасында айлықтар арасындағы алшақтық пилоттық органдарда 70%-дан 10%-ға азайған. Сонымен қатар елбасының мемлекеттік ведомстволарға қарасты ұйымдарды біріктіру тапсырмасының орындалуына сәйкес босаған қаржы факторлы балды шкала негізінде мемқызметкерлердің жалақысын көбейтуге бағытталады. Әр мемлекеттік қызметші жылдың соңында бағаланады. Жаңағы осы стратегиялар, жаңағы жоспардың негіздеріне, көрсеткіштеріне сол мемлекеттік мекеме жетті ме? Мынау жаңағы қосымша тағы бір бағдарламаларда атқарылды ма? Ешқандай қателік, қылмыстық іске, жаңағы заңсыздыққа сол мемлекеттік мекемеде азаматтар тартылған жоқ па? Сол әр деңгей төменгі лауазымның ауылдың жаңағы маманынан бастап облыстың деңгейінде аппарат басшысы ең жоғары лауазым әкімшілік. Соларға жаңағы комиссия ретінде жаңағы бонустың саны белгіленеді. Қазіргі уақытта бюджетті үнемдеуден бөлек жұмысты ұтымды үйлестіру арқылы да қызметкерлердің қажеттіліктерін өтеуге мән берілуде. Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі агенттіктің жергілікті департамент басшысы Әділбек Қайырбекұлы осы орайда бюджеттік мекеме өкілдерін ішкі жұмыс тиімділігіне талдау жасауға шақырып, бірқатар мәселелерді алға тартты. Только в нашей области на сегодняшний день тек біздің облысымыздың өзінде бүгінгі күнде колледждер жатақханаларында 350 бос орын бар. Осыған орай облыс жетекшілеріне бұл орындарды оқытушыларға немесе мемлекеттік қызметкерлерге беру ұсынысы жасалды. Свободных мест учителями или государственными служащими. Жалпы еліміздің түкпір-түкпірінде әкімдік мамандарының айлығын еселеп арттыру жоспары кезең-кезеңмен 2020 жылға дейін орындалады деп болжануда. Айта кетейік, бүгінде пилоттық жүйе бойынша ең төменгі жалақы 100 мың, ал ең жоғары 800 мың теңге көлемінде белгіленген. Рымбек Қабиден, Анатолий Классин, Ертіс ақпарат.